Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қамыры езілмейтін, сынбайтын, іші сочный болып тұратын ұйғыр мантысын дайындаймыз. Алдымен тұзымызды суға ерітіп аламыз, одан соң оны ұнға қосып қамыр илейміз. Басында қамырдың бірігуі қиындау болады, сондықтан да мен қолыммен ары қарай жұмыс істедім. Қамыр қатты деп, судың мөлшерін артық қосып жібермеңіздер. Біздің қамырымыз басында қатты болғанмен, кейін 1 сағат тұрған соң жұмсарып, жұмыс жасауға өте ыңғайлы формаға енеді. Осылай қамырдың арасын ашып, дұрыстап илеп, арасына ешқандай түйіршік қалдырмаймыз. Содан соң пакетке салып, жарты сағатқа қалдырамыз. Салафанымызға салмас бұрын осылай қамырымызға конвертик жасап, 4 бұрышты формаға енгізіп аламыз. Мантымыздың салмасын дайындаймыз. Фаршымызға пияз, қара бұрыш, тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Манты сочный болу үшін осылай 1 пиала су қосып жібереміз, салқын су. Жарты сағат өткен соң қамырымызды алып, қайтадан илейміз. Сосын тағы да конвертик жасап, орап, 4 бұрышты етіп, қамырды тағы да жарты сағатқа бөлме температурасына қалдырамыз. Міне сонда бізде барлығы 1 сағат өтті. Қамыр өте ыңғайлы формаға енді. Тура осы видеодағыдай 3-ке бөліп, қолымызбен созып аламыз бір қамырды, қалған қамырды пакетке салып қоямыз. Осы майда бөліктері 20 граммдай шығады. Мен көз мөлшерімен кесіп шықтым. Осылай домалақ етіп, әрқайсысын жайып шығамыз. Міне осылай әрқайсысын жайып шықтым. Енді салмасын салып, манты түйеміз. Формамызды әдемілеп майлап аламыз. Енді мантының түйілу әдісін көрсетейін. Осылай ортасына салмасын молырақ сала беріңіздер. Сол кезде томпиып әдемі болып шығады мантымыз. Видеоға мұқият қарасаңыздар, осылай қамырдың ортасын бірінші қысып аламыз. Содан соң екі жағына қарай саусақтарымызбен жүріп отырамыз. Қамырдың соңғы ұш жағын осылай біріктіріп, астыңғы жағына қарай жіберсек болады. Сіздерге түсініктірек болу үшін тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Міне біздің мантыларымыз дайын. Беті кеуіп кетпес үшін осылай жеңілдетіп, сұйық май жақып шықсаңыздар болады. Мантыны 30 минут пісірсеңіздер жеткілікті. 45 минут пісірудің қажеті жоқ. Дәмі жай мантыға қарағанда өте сочный, дәмді болып шығады. Ішінде суы ағып тұратындай. Жасап көріңіздер. Егер канал ұнап жатса, подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.